Бүгін менің қасымда енді еліміздің танымал екі футболшысы, біріншіден таныстыра кетейін. Исламхан Бауыржан Испосынович, полузащитник клуба Ордабасы. Также Ерланов Темірлан Ерланұлы, защитник клуба Ордабасы. Жігіттер, көргеніме қуаныштымын біріншіден. Келіп қатысып отырғандарыңа мыңда бір алғыс. Қазір енді кім бірінші бастайды? Кто у нас начнет? Давайте вот обычно с УЕФА, но сегодня сделаем УЕФА. Темірлан. Сразу, да? Все так решили? Всегда так, да, у вас? Бастай берейік. Жарайды, мен қазір енді правиламен, я жалпы таныстырмастан бұрын былай айта кетейін. Бір сұрақ қойылады. Сол сұраққа сіздер 30 секундтың ішінде жауап беру керексіздер. Темірлан, если готов, начнем. Первый вопрос. Сколько игроков из действующего состава Манчестер Юнайтед сможете назвать за 30 секунд? Бірінші жауап берместен бұрын былай істейік. Қанша адамның атын айтам деп ойлайсыз өзіңіз 30 секундтың ішінде? Бір 10 адамның атын айтады шығар. 10 адам. Қалай ойлайсың? Қанша адамның атын айтам деп? Қазір кім көбірек атын атайын дейді, сол кісі бастайды. Бұл жерде УЕФА деген жай ғана ғой. 9 9? Солай қалды ғой, иә? Иә, болды. Солай қалды. Ал олай болса, таймерді біз қосамыз, 30 секунд, ал 10 адамды кеттік, айта кеттік. Дехея, Варан, Магуайр, Шоу, Фернандеш, Каземира, Мактоминай, тағы. болды ғой. Адамдардың есіне түспей жатыр. 7 адамның аты айтылды, иә? 7 енді қазаққа келсаң ғой, сондықтан 7-ді жетер деп ойлаймыз. Бірақ бұл жерде енді ойынымыздың шарты бойынша бізде егер де сол 10 адамның аты айтылмаса, 1 ұпай, яғни саған кетеді, иә. Олай болса, 1-0 кешірім сұраймыз, енді ойынның шарты осындай. Келесі сұрақ бізде. Тағы да 30 секунд, ылғи ұмытпаймыз. Сколько обладателей золотого мяча за последние 20 лет готовы назвать? С тебя, вот сколько, думаешь, назовешь? Назову Месси 7 рет алды, мысалы. Криштиану 5 рет алды. Уже 12 дейсің. Уже 12 былай қараса. Жоқ, енді басқалардың атын айтсақ, мысалға енді. Мен 13 айта салайын. 13 дейді, 13. Қанша адамның атын айта аласың? 30 секундта. Мүмкін 14 шығар. 14 болса, иә, мүмкін қазір өзіңе көшеміз. Ары қарай не болатынын көреміз әрине. 14 деп айтайын. 14. Баста? 15 бола ма? 15. Әлде жай ғана жауап бермей, өстіп ұпай алып отыруға болады негізі. Негізі нормально, просто ұтылып атқансың, не істеп жатырмын да? Жарайды, ал олай болса, Темірлан, бастайық, 30 секунд. Месси 7 рет алды. Криштиану 5 рет алды. Канаваро, Шевченко алды. Модрич. Неше болды? Әзірше 5. Біразда бағанаған барлығын қосып жатырсың ғой, иә? Сол общий. Ну, это хитрый ход на самом деле, да? 1 ұпай берейік, иә? Келсесің ғой, иә? Берейік. 1 ұпай, 1-1, иә? Бір-бірлеріне қол шапалақтап отырсыңдар болады, иә? Тамаша. Сколько стран хозяек чемпионата мира сможете назвать? Енді көптеген елдерде чемпионат мира өтіп жатады, әлем чемпионаты 1936 жылдан бастап, менің ойымша, егер де шатаспасам, ең бірінші ел ол Уругвай. Уругвайдан басталған. Енді былтыр ғана Катар болды, сондықтан қанша елді айта кете аласыз, мысалға? 30 секундтың ішінде. Қанша елді айтам деп ойлайсың? 4 айтам. 4, жарайды. 5 айтайын. 5? Бастайын. Мен 6 айтайын деп өзіме 1 ұпай алып алайын. 5, ал жарайды, олай болса 30 секунд, уақытымыз кетті, бастайық. 2002-де да. Кім? Корея, Япония. Дұрыс. 2006-да, қайрет, 2006-да. Мен 2010-да да. 16-да, 14-те Бразилия, 18-де Россия и Катар. 2006-да Германия. Бесеу ма?
иә дұрыс негізі бұл жерде шыны керек төртеу бесеу деп айтпай 20 деп айтса алсаңдар да болар еді өйткені Көп елде болған ғой, Англияда болған, мен баяғы Швеция, Швейцария, Ресей бар, Катар бар, Бразилияда менің ойымша 2 рет өткен сияқты, иә. Иә, дұрыс жауап ретінде қабылдаймыз. 2-1, иә. Тамаша, көптеген футболшылар левоноги деп айтып жатады. Солақай дейміз ғой, сол сияқты, сол аяқпен мысалға гол соғады деген сияқты. 30 секундтың ішінде қанша енді сол солақай адамдарды айтып бере аласыңдар? Есімдерін? Білмеймін, бір 7-8-ден айтатын шығармын. 7 ме, 8? 8 дейік. Қанша? 9-ын айт. 9. Баста. 10 болмай ма? Ол 9, иә. 9 игроков, левоногих, 30 секунд. Поехали. Шоу, Кимпембе, Месси, Рабен, ойнаған. Көмектесіп жіберейін бе тебе так? Жоқ, қазір ойыс есіме түсіре қойын. 30 Мессидің секунд. жерлесі кезіндегі енді футболдың атасы. Марадона, иә. Осындай кезде еске түспей қалады. Неше? 10 секундын қалды. 3-1 болады қазір, босаш. Тағы бір ұпай қосамыз? Қосамыз, иә, тамаша. Ар жақтағы достар, жігіттер бір шапалақ жасасын. Молодец. 2-2 қылды, молодец. Әлем чемпионаты болған сайын бір ән хит ретінде пайда болады мысалға. Оны жалғыз футболдың жанкүйерлері ғана емес, барлық әлемдегі адамдар телефондарына жүктеп тыңдап жүреді. Енді сол 80-70 жылдардан бастап әр әлем чемпионатына көптеген саундтрек дейді ғой, енді саундтрек ретінде жазылған әндер бар екен. Соның қаншасын білесіңдер? Бұл енді қиын сұрақ. Бір 2-3-ін айтып кетсеңдер де, мен ойлаймын, жеткілікті болады деп. Кім қанша айтады? Мен қазір есіме біреу-ақ түсіп тұр шынымен. Біреу деп айтасың, иә? 2 шыға ма? Ойланып алайын. Мен біреу есіме түсіп тұр. Мен негізі последний есімде бар да, Егер де Катарда, бірақ әннің мысалға атын орындаушыны ұмытып жатсаңдар, аты кім екенін, жай ғана мотивін бүйтіп на-на-на-на деп айтсаңдар да жеткілікті. Біреу-ақ біліп тұрмын да. Сол біреу, иә, жарайды. 2 шыға ма? 2 ән. Бұл жерде көмек бермейді ешкім. Иә, залдың көмегі жоқ ода. Иә. Менде бар ол. Иә. мен батып айттым да. Екеуі деп мен залдың көмегін сұрайын. Залдың көмегімен біреу десеңші. Көзімен екеу деп айтайын ба? Мен білмеймін. Сөйтейін. Залдың көмегімен екеуі дейді? Жарайды, иә. Мен білемін Шакира. Вака-вака, иә. 2000 нешінші жылы еді, иә. Үшеуің не үшін осында көмектеспейсіңдер маған? Залдың көмегі. Вака-вака, иә. This time what's up? Аргентина, Ямайка дейді. Аргентина, Ямайка, опять. Бұл жай футбол жайлы ән негізі, бірақ бұның әлем чемпионатына қатысы жоқ. Дженнифер Лопеспенен бір тақырбас жігіт ән айтқан болатын. Мотивін егер де жай етіп айтып жіберсең. Шынымды айтсам қазір есіме түспей тұр. Қай өлең екен? 30 секунд бізде аяқталды негізі, біз жай ғана уже. Питбуль емес па? Питбуль, иә, питбуль болған, иә. Енді мысалға танымал футболшылар гол салғаннан кейін өздерінің бір жесттары болады, празднование дейді ғой. Әртүрлі істер істеп жатады, ортаға шығып футбол алаңына. Біреу жүгіріп шығады, біреу футболкасының үстіндегі майкасын шешеді деген сияқты. Соның қаншасын білесіңдер? Қаншасын енді көрсете аласыңдар? Мен бұл жерде айтпаймын, орындарына тұрып жерге жатып, домалап көрсете кетіңдерді. Примерно бүйтіп, мысал ретінде жестикуляциямен көрсетсеңдер, сол жеткілікті. Үшеу көрсетейін. Үшеу, төртеу, иә? Мүмкін екеулерін қосылып жетеу көрсетсіңдер. Төртеу. Иә. Келісеміз ғой. Ал олай болса 30 секунд, таймер бізде қосылды. Бастайық. Криштианудың бүйтетін. Біреу Месси деп Аха, айтады. біреу, аха. Иә. Мбаппенікі бүйтетін бар еді ғой. Екеу. Екеуі. Холландтың бар отырып алатын бір андай. Манақ секілді отырып алатын. Үшеуі ма? Үшеу, төртіншісі. Мессидікі бір қолын көтереді. Тағы мүмкін бесіншісі, әлі уақыт бар. Бесіншісі қазір. Сен қалай праздновать етесің? Иә, өзің қалай праздновать етесің? Мен барамда сәждесеймін барып болды. Енді бұны да санауға болады, сен де футболшысың ғой. Бесеу санаймыз ғой, иә, бесеу, тамаша. Керемет, иә. Мен 2 сұрақ қоям қатарынан. Сол сұраққа бұл жерде ешқандай 30 секунд, 20 секунд деген керек жоқ бізге. Жай ғана жауабы болса айтасың, жауабы жоқ болса әрине ұпай алмайсың. Итак, первый вопрос.
Как называют знаменитый гол Диего Марадоны, забитый им на чемпионате мира в Мексике в 86 году? Қолмен салған ма? Я. Бұл қалай аталушы еді? Рука бога ма? Дұрыс. Рука бога, я. Прозвище какого испанского клуба Los Colchoneros, что переводится как производители матрасов? Қай футбол клубы жайлы айтып жатырмыз? Производители матрасов дейді. Шынымды айтсам, мен оны білмейді екен. Испандық клуб. Өздерінің негізі формалары да ұқсас. Неліктен оларды производитель матрасов дейді. Көмек ана жақта жестикуляциямен бір Көмек болса, или Темірлан білсе. Темірлан, мүмкін, сен білсең, бұл ұпайды өзіңе береміз. Ала берсін. Жауап жоқ дейді, бұл жерде? Жауап жоқ. Атлетика Мадрид. Жарайды, бір сұраққа жақсы жауап бердің, қиын сұраққа деп айтуға болады. Темірлан, саған да дәл осылай 2 сұрақ қоям. Дайынсың ғой, Дайын. Какой футболист является обладателем рекорда по количеству забитых голов в истории чемпионатов мира по футболу? 16 гол салған екен. Клозе ма? Дұрыс, Ярослав Клозе. Енді бұл жер қалай болып кетті негізі? Өзің айтар мен, шыныңды айтшы. Жоқ, айтпайтын Ярослав едім. Клозе Жоқ, айтпар айтпайтын екен, онда едім. 1 ұпай, иә. Тағы бір қошемет болсын. Рахмет. Достардың атынан. Какого футбольного тренера называют особенным? Мауриньо. Дұрыс. Жозе Мауриньо. Дұрыс қой, иә? Келісесіңдер ғой барлықтарың, иә. Тамаша. Правда или ложь? Криштиану Роналду потребовалось 27 игр, чтобы забить свой первый гол в Лиге чемпионов. Шын ба? Өтірік па? Өтірік сияқты. Өтірік деп ойлайсың, иә? Шынымен бұл шындық екен. Фраза «припаркуйте автобус» возникла, когда Жозе Мауриньо был вынужден припарковать автобус команды Челси после того, как водитель автобуса заболел. Бұл шын ба, өтірік па? Шын шығар? Шын деп ойлайсың. Шын демеймін. Өтірік екен. Жарайды, 3-ші сұрақ. Атлетика Мадрид является обладателем самого большого количества кубков Испании дейді. Шын ба, өтірік па? Өтірік сияқты. Я өтірік, өйткені ол Реал Мадрид, я. Бір сұраққа жауап болды. Рахмет. Сэр Алекс Фергюсон руководил сборной Шотландии дейді. Бұл шын бекен, өтірік бекен? Өзің қалай ойлайсың? Шын деп ойлаймын. Я, бұл шын, дұрыс, шындық бұл. Согласно статистике, команда Манчестер Юнайтед имеет самое большое количество болельщиков. Я, бұл да шын. Рахмет жауабыңа. 3-ші сұрақ. Фрэнк Лэмпард забил больше голов в премьер-лиге, чем Терри Анри, Робби Фаулер и Майк Лоуэн. Бұл шын ба? Шын деп ойлаймын. Интуицияң керемет екен. Я, барлық сұраққа дұрыс жауап бердің. Я, Молодец. рахмет қошеметтерің. Я. Жақсы жауап береді екен, шын өтірік дегенге шын маған. Бізде енді блиц, яғни 20 секунд береміз. Мен қысқаша бір факт оқимын. Соның термині қалай аталатын футболда, яғни сендер айта кету керексіңдер. Введение на скорости с обводкой противников дейді. Бұл қалай аталады футболда? Дриблинг? Дұрыс. Жалғастырамыз. Эффектный удар через себя в падении ножницами деп айтайды, да? Обе ноги при этом находятся в воздухе. Как называется это? Бисеклета деп аталады. Болельщик, легко меняющий любимую команду на более успешную. Дұрыс, Глор. Забить при разгромном проигрышном счете. Гол соққан кезде қалай айтады? 2 сөзден құралады. Забить при разгромном Гол престижа. Дұрыс, гол престижа. Футбольное правило, означающее досрочное завершение экстра-тайма. Золотой гол емес па? Дұрыс, золотой гол. 5 голов от одного игрока. Пентатрик. Бірге жауап бердіңдер, иә. Рахмет. 20 секундымыз біраз өз асып кеткен сияқты кетпейді, бірақ қиын болды деп ойлаймын, иә. Қол соғып қояйық өзіңізге, жігіттер, осыменен аяқталды, біраз уф десеңдер болады. Оңай болды ма, қиын болды ма? Оңай болды. Оңай болды деп ойлаймын, иә. Енді бұл жерде жеңіске жеткен өздерің қалай ойлайсыңдар? Кім жеңіске жетті деп ойлайсыңдар? Барлығын басынан бастап. Дружба деп. Дружба деп айтамыз, иә. Негізінен, иә, біз құттықтаймыз жеңіске жеткен, иә, бізде. Біріншісінде бірақ батау алды ғой бірді. Иә, басында енді, иә, оны да санаймыз, бірақ ең соңғы сұрақтарға барлығына бірдей жауап беріп, енді
бағана правда или ложь деп жаттық, соған да үшеуіне дұрыс толық жауап бердің, сондықтан жеңіске жеткен өзіңсің. Бірақ бұл жерде енді өкінетін еш нәрсе жоқ, сыйлыққа еш нәрсе бермейміз, жай ғана красавчик, рахмет дейміз. Біздің барлық көрермендерге де үлкен алғысымызды айтамыз. Біздің каналға тіркеліңіздер, пікір жазыңыздар. Егер де ең керемет пікір жазған адам болса, біз арасынан таңдап бір тамаша сыйлық сыйлаймыз. Бірақ әзірше қандай сыйлық екенін білмейміз. Мүмкін 3 комнаталы квартира, мүмкін жай ғана майка. Оны артынан шешеміз. Жігіттер, көп рахмет. Алдағы ойындарда тек қана жеңіске жетіңдер. Рахмет.